нөмірі 137 мектеп орталығында. Тоқтап тұрғаннан кейін студентіміздің жолдауы жасанды интеллект деген тұлғалар бар, жақсы жандар бар. Мен деген бір подкастымыз бар. Қандай айырмашылығы бар, соған еңбегін төккен мұғалім көрінбей қалып жатады. Соткының өзіне керегі 2, 3. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде Сәкен Медиа. Эфир тізгінінде мен Кәусар. Студиямызда қонақта Сәкен ауылдық клубының басшысы, телестудия құрылтайшысы Дастан ағай. Қайырлы күн ағай, қалыңыз қалай? Қайырлы күн, жақсы. Ең алдымен көрермендерге өзіңіз туралы қысқаша мәліметтер айтып таныстыра өтсеңіз. Менің есімім Дастан. Осы 2023 жылдан бастап Сәкен ауылдық клубының басшысы қызметіне келдім. Жалпы оған дейін Сырдарияндық мәдениет үйінде жұмыс жасадым. Жауабыңызға рахмет. Жалпы енді осы жерге жиналғандағы мақсатымызға көшетін болса, телестудия деген идея сізге қайдан келді? Қайдан көрдіңіз немесе естідіңіз? Сол туралы бөліссеңіз. Телестудия деген идея 23 жылдан бастап осы Сәкен ауылдық нөмірі 137 мектеп орталығында аталған жұмысын, яғни ол жақта Ләйлә апайымыз бар, Ербол ағайларым бар. Сол бірлесе отырып телестудия жұмысын бастаған. Енді уақытша тоқтап тұрғаннан кейін осы идеяны қайтадан қолға алуды ұсынды. Маған бұл идея жақсы ұнады. Өйткені бұл қазіргі таңда өте сұраныстағы нәрсе. Өйткені қазір жаңағы әлеуметтік желі дамып жатқан заман. Кеше президентіміздің жолдауы бар, жасанды интеллект деген жол. Сол аясында жалпы бастап жатырмыз. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Жалпы телестудия деген не? Ол көрерменге қандай пайда беретіндігі жайлы айтыңыз. Телестудияның ең бірінші көрерменге пайдасы бұл қазіргі қаншама телеарналар бар, бірақ өздеріңіз білесіздер, ол Қазақстанның әр ауылын түсіріп үлгермейді, оған уақыттары да жоқ. Сол себепті әр ауыл өзінде осындай телестудия ашып, өз ауылын насихаттап, өз ауылын шыққан тұлғаларды көрсетіп отса, өз ауылынан шыққан жақсы жаңалықтарды айтып отса, бұның ең бірінші пайдасы осы өз ауылын дәріптеу. Және де көбінесе TikTok, Instagramда қарап отсаңыз, біреу ауылын туралы видео салса, астына комментарийін оқысаңыз, мен ауылым сағынып кеттім, 10 жыл болды, 15 жыл болды. Енді бұның пайдасы бір сырттағы жүрген, осы ауылына келе алмай жүрген жандарға көп пайдасы. Өйткені өзінің ауылын адамдары көреді, өзінің ауыл туралы мәліметті осы арнадан көріп отырады. Тамаша, жауабыңызға рахмет. Жалпы телестудияны ашқандағы мақсатыңыз қандай? Жаңа айтып өткендей, осы ауылда қаншама тұлғалар бар, жақсы жандар бар. Оның бірі осы Сәкен ауылының тумасы, ақынымыз Нұрмат Мансұров ағамыз бар. Және де одан бөлек қаншама жақсы жандар бар, тұлғалар бар. Енді олар көрінбей қалған кісілер да. Сондай көрінбей қалған жақсы жандар, осы ауылға еңбегі сіңіп жатқан жандарды шығару, халық алдына, ел алдына көрсету. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Жалпы алда қандай тұлғалармен сұхбат, қандай жобалар болатындығы жайлы бір қысқаша ғана шет жағасынан көрсетсеңіз. Енді алдағы өтетін сұхбаттың біреуін ғана айтайын, қалған әзірге жұмбақ тұра тұрсын. Оның бірі ұбт мен деген бір подкастымыз бар. Яғни қазіргі ұбт жайлы. Өйткені біз мектеппен бірлесіп жұмыс жасап жатқаннан кейін мектептің бағдарламасына жақын болуымыз керек. Ары қарай тағы да дұрыстап толықтырған кезде айта отырмыз. Енді тұлғалар қаншама мектепте мұғаліміміз бар, қаншама оқушыларды жарыққа шығарып жүрген, олимпиадаға апарып жүрген оқушылардың аты шығады да, бірақ соған еңбегін төккен мұғалім көрінбей қалып жатады. Сол себепті сондай еңбек етіп жатқан мұғалімдер және де осы шаруашылық саласында жүрген ағаларымыздың еңбегін көрсету, солармен сұхбат болады. Жақсы, қызықты. Жалпы енді бұл телестудиядан қандай нәтиже күтіледі, қандай нәтиже береді?
телестудиядан күтілетін нәтиже, менің ең бірінші осы студияны қуана қабылдағаным, қазіргі енді өсіп келе жатқан іні қарындастарымыз бар. Қазір қарап отырсаңыз, бәрі сотканың ойынның және соның артында тәуелді болып тұр. Енді соларды соткадан алшақтатып, ойыннан алшақтатып, сотканы өзіне керегі, ұялы телефонды өзіне керекті жаққа пайдаланып, осыдан көрініп жатса, ол өте қуанышты, өте күшті жаңалық. Жақсы, түсінікті жауабыңызға рахмет. Осы орайда мен көрермендерге айтып өткім келіп тұр. Бұл іс жай басталып жатқан жоба емес, бұл әлеуметтік желіге пайдалы контент ұсыну арқылы оқушыларымызды жарыққа шығару мақсатында жасалып жатқан жоба. Біздің арнамызды қолдап, тіркеліп, лайктарыңызды басып отырыңыз. Ағай, сіз де сонымен қатар тіркеліп алсаңыз болады, қолдап шыққан видеоларымыз, шығарылымдарымызды. Құрметті көрермендер, осымен шығарылымыз аяқталды. Алда сіздерді түрлі қызықты жобалар күтеді. Кездескенше күн жақсы болсын.